Әл-Ихлас сүресінің құдіреті. Кім Ихлас сүресін 11 рет оқыса, Алла тағала оған жұмақтан үй салады. Кім Ихлас сүресін оқыса, оған 3-ші Құранды оқығандай оқылады. Егер 3 рет оқыса, бүкіл Құран оқылған болып оқылады. Кім Ихлас сүресін 12 рет оқыса, Құранды 4 рет толық оқығандай болады. Егер ол әлі тақуа болса, сол күні жер бетіндегі адамдардың ең жақсысы болады. Егер мұсылман күн сайын 50 рет Ихлас сүресін оқыса, қиямет күні оның қабірінің үстінен жоғарыдан тұр, Аллаға мадақ айтушы, жәннатқа кір деген дауыс естіледі. Кім Ихлас сүресін 50 рет оқыса, Алла тағала 50 жыл күнәларын кешіреді. Кім Ихлас сүресін 200 рет оқыса, Алла тағала 200 жылдық күнәларын кешіреді. Кім Ихлас сүресін 3 рет оқыса, белгіленген ауру кезінде ол шәһид болып өледі. Кім төсекке оң жағымен ұйықтар алдында Әл-Ихлас сүресін 100 рет оқыса, қиямет күні Алла тағала оған: «Құлым, жәннатқа оң жағынан кір» дейді.